Саху сәжде. Қателік сәждесі дейміз ғой. Қандай жағдайда орын алады? Оның үкімі қандай бізде? Саху сәжде ол өте маңызды. Әрбір мұсылман білу керек болады. Неге? Өйткені әрбір мұсылман күнделікті 5 уақыт парыз намазын оқиды, нәпіл намаз оқиды, сүннет намаздар оқып жатады. Ол намазы тура болу үшін ең кем дегенде парыз бен уәжіпті білу керек. Парыздарын тастап кететін болса, намазын қайта оқу керек. Уәжіптерді тастайтын болса, білмей әрине, онда саху сәжде, яғни ұмыту сәждесін жасау керек болады. Ол қай кездерде жасалады? Мысалы, Фатиха сүресін оқу керек, ол уәжіп болады. Фатиха сүресін оқу, және Фатиха сүресіне зам сүре қосу. Қысқа бір сүре немесе ұзын бір аят қосса да болады. Фатиха сүресін бірінші оқу уәжіп болады. Фатиха сүресін бір рет оқу уәжіп болады. Және де бірінші сәжде парыз болса, екінші сәжде жасау уәжіп болады. Енді 4 ракаттық, 3 ракаттық намаздарда екінші ракаттан кейін отыру уәжіп болады. Және әрбір ракатта ат-тахиятты оқу уәжіп болады. Және де намаз оқып жатқанда әрбір рукукте болсын, сәждеде болсын, дене орныққанша тұру. Асықпай, тауық шыққанда емес, дене орныққанша тұру уәжіп болады. Ал енді осы уәжіптің біреуін тастап кететін болса, онда не істейді? Саху сәждесін жасайды. Ал енді біреулер ұмытып кетіп жатыр. Саху сәждесін аяғында жасаймын дейді, бірақ ұмытып кетсе не істейді? Намасын қайтып оқса әрине абзал болады. Ал енді оқымай жатса, намазы кемшілікпен қабыл дейді иншалла.